Байланыста Муслим Муса, бүгінгі видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеоның тақырыбы таргет жасау арқылы бизнесті интернетте дамыту. Білесіздер, қазіргі таңда бизнесті интернетте дамытып, клиент табу үшін жарнама жасау қажет. Соның бірі таргет жарнамасы. Мынау біздің реальный жасаған жұмыс. Видеоның соңында мен дәл осы жасаған жұмысымызға обзор жасап кететін боламын. Яғни біздер 4 айдың ішінде рекламаға $1200 құрттық и 374 заявка түсті. Дәл осы жұмысымызға обзор жасап кетемін. Яғни айтайын дегенім, біздер реальный таргетолог маманымыз. Сол себептен дәл осы видеоны түсіріп жатырмыз. Өзіміздің тәжірибемізбен бөлісу үшін видеоны аяғына дейін көруге кеңес беремін. Таргет реклама дегеніміз не? Сіздерге қарапайым тілмен түсіндіріп кетейін. Таргет реклама дегеніміз, біздер Инстаграмда отырамыз, күнделікті әртүрлі видео қарап, фото қарап, немесе Фейсбукта отырамыз. Әртүрлі видео, фотоларды қарап, сол кезде біздерге каждый 3-4 фото видеодан кейін әртүрлі рекламалар шығады. Кейде фото реклама, кейде видео реклама, төменде WhatsApp деген кнопка тұрады, немесе отправить сообщение деген кнопка тұрады. Дәл осы бізде таргет рекламасы болып табылады. Сізде дәл осылай өзіңіздің бизнесте интернетте жарнама жасасаңыз болады. Қазір мен сіздерге өте керемет мәлімет айта кетейін. Көбісі таргет деген кезде Instagram, Facebook'тағы таргет рекламаны ойлайды. Негізінде YouTube'қа да таргет реклама жасаса болады. YouTube'та таргет реклама жасау, Instagram, Facebook'та таргет реклама жасағанда қарағанда 10 есе арзан. Яғни Instagram'да, Facebook'та таргет жасау, ол жақта бір кликтің бағасы, мысалы $1 болса, YouTube'ға таргет реклама жіберсеңіз, ол жақта бір кликтің бағасы $0,1, яғни 10 есе арзан. Бұл өте керемет. Сол себептен, егер сізде азын-аулақ ақша бар болса, яғни көп емес, мен сіздерге кеңес беремін, YouTube'ға таргет рекламаны жіберіңіздер. Достар, айта кетейін, таргет рекламаны қалай жасаймыз? Таргет рекламаны көбісі айтады, телефонмен жасау керек пе, немесе компьютермен жасау керек пе? Мен сіздерге таргет рекламаны компьютермен жасауға кеңес беремін. Не үшін? Себебі телефонмен жасасаңыз, ол жақта сіз бүкіл баптауларды жасай алмайсыз. Ал егер ноутбук, компьютермен жасасаңыз, ол жақтан более уже профессиональный тұрғыда таргет реклама жібересіз. Және де сіздерге кеңес айта кетейін, таргет қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 3 нәрсе бар. Біріншісі, дұрыс Instagram парақша жасау. Яғни күнделікті немесе күн арадан әрбір 2-3 күннен кейін өзіңіздің реально жасаған жұмыстарыңызды Instagram'ға, Facebook'қа салып отырыңыз. Мысалы, товар сататын болсаңыз, каждый 2-3 күн сайын өзіңіздің товарларыңыздың фотосын салып, бағасын жазып отырыңыз, описаниені толтырып отырыңыз. Және де екіншіден, дұрыс Facebook аккаунт ашу керек. Не үшін? Себебі келешекте блокқа түсіп қалуы мүмкін. Сол себептен Facebook аккаунт ашқан кезде өзіңіздің реальный аты жөніңізді жазыңыз, және де реальный өзіңіздің туған күніңізді жазыңыз. Үшінші жұмысымыз өтімді креатив, яғни рекламный баннер, фото немесе видео жасау керек. Сол кезде осы жалпы 3 нәрсені жасасаңыздар, таргет рекламаны жібере бересіздер. Егер де бұл 3 нәрсені сіздерге жасау қиындық туғызса, бізге хабарлассаңыздар болады. Біз осының барлығын жылдамдатып жасап береміз. Достар, біздің реально жасаған жұмысымызды сіздерге обзор жасап кетейік. Бұл өте үлкен бизнес. 4 ай бойы реклама қостық. Рекламаға $1200 кетті и 374 заявка түсті. Бұл B2B бизнес болып табылады, яғни бизнес to бизнес. Бұл жерде бір заявкадан егер продажа болатын болса, 5 миллион, 10 миллион пайда қалуы мүмкін. Айтайын ба сіздерге бұл қандай бизнес? Бұл металлопрокат бизнесі. Яғни Россиядан оптым металды алады и Қазақстан жан-жақтағы оптовиктерге, жаңағыдай розница сататындарға, және де жаңағыдай стройка жүріп жатқан жерлерге оптым металдар жібереді. Дәл осы бизнес. Бұл өте үлкен бизнес. Дәл осы бизнесті біздер таргет рекламамен дамытып жатырмыз. Және де достар, қорытындылап айта кетсем, бүгін мен сіздерге таргет реклама жасау арқылы қалай бизнесті интернетте дамытуға болады, соны сіздерге түсіндірдім. Келесі сабақта мен сіздерге Google жарнама туралы айтатын боламын. Google жарнама таргетке қарағанда одан да қатты қызығырақ. Бұл жерде горячий клиенттер себебі таргет реклама қоссаңыз, сіз клиенттерді іздейсіз. Ал егер Google реклама қоссаңыз, клиенттер сізді іздейді. Яғни адамдар интернетке жазады, мысалы, навес для дома Астана деп, сол кезде дәл осы сайтты көріп, сайтқа кіріп, WhatsAppқа жазады.
Кстати, мынау сайтты да, рекламаны да, бұл Google жарнаманы біздің компания жасаған. Келесі сабақта мен сіздерге Google жарнама туралы айтатын боламын. Егер де тездетіп шығару керек болса, осы Google жарнама туралы комментарийға жазып кетіңіздер. Бұйырса тезірек шығаратын боламыз. Достар, айта кететінім, егер сіз өзіңіздің бизнесіңізді интернет арқылы дамытуды жоспарлап жүрген болсаңыз, біз сіздің бизнесіңізді жарнамалауға дайынбыз. Біздің компаниямен жұмыс жасағыңыз келсе, маған Инстаграмға жекеге жазыңыз. Инстаграм парақшам Муслим Муса KZ. Сіздермен бірге болған Муслим Муса.